Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Бұрындары қазақ қызды қалай өсірген? Бүгінгі бейнеміз қандай? Қыз баланың әр отбасына ерекше сән беріп отыратыны белгілі. Қазақ халқы қыз деген сөздің өзін әдеміліктің, инабаттылықтың, сұлулықтың белгісі деп таныған. Халқымыздың халық ауыз әдебиетінде сөз шеберлері қызға көптеген керемет суреттемелер берген. Сондай-ақ қыз баланың ұқыптылығын, шеберлігін, сүйкімділігін, жанының нәзіктігін, өнер, білімге бейім тұратынын жоғары бағалап, оның ол қасиеттерін бейнелі сөздер арқылы ерекше көрсеткен. Мысалы, қыздың жиған жүгіндей, қыздың тіккен кестесіндей, қыз елдің көркі, гүл жердің көркі, жақсы қыз жағадағы құндыз, қызы бар үйдің қызығы бар, және тағы басқалары. Халық арасында бой жеткен қызды ажарына қарай жетіге бөлген. Әдемі қыз, баппен сөйлеп, биязы күліп, жақсы жаманның жөнін біліп тұратын. Көрікті қыз, істі үйіріп, сөйлесе бұйырып, баурап алатын, бірден көзге түсе қоймайтын. Шырайлы қыз, көз жанары өткір, бет әлпеті бал бұлжанған, тәні шымыр. Сұлу қыз, сөзі өткір, өзі пысық, өрескелдікті сүймейтін, болмашыға пісіп күймейтін, келбетті. Ару қыз, бет пішіні, дене мүсіні келіскен, сөзі сыпайы, өзі әдепті, сұңғақ бойлы, терең ойлы. Ажарлы қыз, дене бітімі жинақы, тығыршық, сөзі салмақты, ісі тиянақты. Әсем қыз, жүзі жылы, өзі ұяң, тәні нәзік. Қоғам сізбен бізден, ата-аналар мен ұстаздардан, тәрбиешілерден құралмай ма? Қазіргі кезде тәрбиеге не әсер етуі мүмкін? Қазіргі заманда бала тәрбиесіне тек қана ана, әке емес, радио мен теледидар, газет, журнал, кітаптар мен кинолар, сауық кештері жан-жақтан әсер етуде. Бұл тәрбиенің жағымды жақтары да, жағымсыз жақтары да толып жатыр. Ата-аналары күн ұзаққа жұмыста, бала тәрбиесіне бөлінетін уақыт күннен күнге азайып барады. Қызым үйде, қылығы түзде демекші, қыз баланың жүріс-тұрысы тәрбиенің негізі болып саналады. Жасыратыны жоқ, кейбір ата-ананың баласымен араласуға да уақыты жоқ. Осыдан барып, бала әке-шешесінен суып, оларға деген сыйластықтан алыстай бастайды. Кішкене кезінен жылылық мейірімді көрмеген адам баласы жүрегін бойлаған суық ызғардың өшін өзгелерден алатын қатыгездікпен өседі. Бүгінгі күнде қыздарымыздың көзге оғаш көрінетін киімдерін айтар болсақ, бұрын соңды болмаған, құлақ естіп көз көрмеген. Ата-ана баламыз қатар құрбысынан қалмасын деген оймен, заман талабына сай жаңа үлгімен киіндіріп, қалталылар көлік мінгізеді. Сонда да әр нәрсенің өз орны бар емес пе? Міне, қоғамымызға өз қолымыздан келеңсіз жағдай тудырып алдық. Қазіргі қазақ қыздарының ішінде үлкен кішіге деген құрметі мүлдем басқа. Қазіргі таңда кейбір қаракөз қыздардың арақ ішіп, шылым шегіп, түнгі клубтардың есігін баққанын көргенде жаның түршігіп, жүрегің ауырады. Осындай жеңіл мінездің салдарынан жүкті болып, жасанды түсік жасатып, келешекте аналық құқығынан айырылып жатады.
Осылардың бәрі де өзіміздің қаракөз қыздарымыз, елдің ертеңгі болашақ аналары емес пе? Неге ойланбасқа? Олардың ертеңгі болашағы, тағдыры не болады? Бұлардан кейін дүниеге келетін өнегелі ұрпақ күтуге болар ма? Қыз баланы кішкентайынан төрге шығарып отырған қазақ оның болашақтағы ел анасы боларына кәміл сенген. Әсіресе қыз баланың көрікті болып өсуіне анасы ерекше көңіл бөліп, аттың көркі жалы, қыздың көркі шашы деп, қыздың шашын күтіп өсіруді өнер санаған. Ол үшін оның шашын айранмен, қынамен жудырған. Шаштарын қос бұрым немесе бестемше етіп өру бойжеткен қыздың көркі болған. Қазақ халқының жырларында қазақ қыздарының шаштарын керемет суреттеген. Шашының ұзындығы ізін басқан. Шаштарын 10 күн тарап 5 күн өрген. Қыпша бел, қиылған қас, қолаң шашты. Қаз омырау кеудеге құлап түссе қос бұрым. Ал ақын Абай атамыз қазақ қыздарының сұлулығын былай суреттепті. Білектей арқасында өрген бұрым, шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырын. Кәмшат бөрік ақ тамақ қара қасты, сұлу қыздың көріп пең мұндай түрін. Бүгінгі қазақ қызы ертеңге қалай барады? Барғанда не алып барады? Деген заңды сауалдар айналаға қараған сәтте өзінен өзі туындайды. Айман шолпан, қыз жібек пен баян сұлудай қазақтың бұрымды, сұлу келбетті қыздарын қазіргі кезде шынымен де жырдан ғана оқитын болдық па? Бүгінгінің баяны, ару айманы, атына сай есілген жібегі қайда жүр? Оларды көшеден де, киелі сахнадан да, теледидардан да көру арман болып кетті-ау. Әрбір атана Аллах тағаладан жақсы перзент беруін тілейді. Сол баланы тәрбиелеу, оны жетілдіру өте маңызды. Дініміз исламда бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: кімде-кім 3 қыз өсіріп, оларға жақсы тәрбие берсе және оларды жақсы жерге тұрмысқа берсе, жақсылық жасаса, Алла тағала ол кісіні жаннатқа кіргізеді. Қыздарымыздың ибалы һәм иманды, тәрбиелі болуына пайдасы тиер деген оймен ес біліп, етек жиған әрбір қыз өзі барған әрбір үйде мынадай қырық істен тыйылу керек, немесе барған үйлері тыю керек деп қараған. Олар: бірінші, жарыса сөйлеуге; екінші, жалғыз қыдыруға; үшінші, жыртақтап күліп сыпсыңдап сөйлеуге; төртінші, орынсыз ұрынуға; бесінші, басқаларға қол тигізуге; алтыншы, өтірік өсекке; жетінші, суық жүріс, сумаң қылыққа; сегізінші, кісіге қарай керіліп есінеуге; тоғызыншы, талтайып отыруға; оныншы, шалқайып жатуға; 11-ші, тамақты обырлана асауға; 12-ші, ұрлық қорлыққа; 13-ші, ұятты мүшелерін ашып жүруге; 14-ші, бұраңдап қылмысуға; 15-ші, қызыл іңірде жатуға; 16-шы, түске дейін ұйықтауға; 17-ші, кісі алдында киім ауыстыруға; 18-ші, салт дәстүрден аттауға; 19-шы, елді ғайбаттауға; 20-шы, үлкендердің жолын кесіп атын атауға; 21-ші, ішімдік пен шегімдікке; 22, ұрыс керіске; 23, беттен алып бет жыртысуға; 24, қараулыққа, ысырапқа; 25, рахымсыздық пен қатыгездікке; 26, түнде суға жалғыз баруға; 27, жат жыныстылармен араласып жатуға; 28, күйеуге қашып тиюге; 29, әдепсіз сөзге; 30,
тарс-тұрс етуге. 31. Адам мен жануарларды тебуге. 32. Кісіні қорлап жәбірлеуге. 33. Тәкаппарлық пен сайқымазақтық жасауға. 34. Айғай сүренге. 35. Шектен тыс сыланып жасануға. 36. Қызғаншақтық пен күншілдікке. 37. Менмендік пен өзімшілдікке. 38. Алдап арбауға. 39. Көрсе зарлыққа. 40. Нәпсі құмарлыққа тыйым. Бұл тыйым сөздерді әрбір қазақ көз алдындағы қызға ескертіп, қыздар болса олардың мағынасын түсініп, есте сақтауы қажет. Сонда ғана қазақ қыздарының тәлім-тәрбиесі, жүріс-тұрысы дұрыс жолға қойылып, болашақта бүкіл елдің тәрбиесін дұрыстайтын арулар өсіп жетіледі. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп пікіріңізді қалдыра отырыңыз. Көңіл бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Келесі шығарылым тек сіздер үшін.